Соншама жылдар бойы жүрегіме сақтап келген сырымды бүгін ашайын деп шештім. Өйткені менің сол бір жасаған қателігім өмір бойы жанымды мазалап, қуаныштың, бақыттың демін шын сездіре алмады. Мазасыз күй кештім. Оған себеп болған жағдайды өздеріңізге айтып берсем деп едім. Қазірде мен секілді жаста ойнақтап жүрген жас қыздар ойланса, жаза басып қалмаса екен, өмір бойы қыр соңынан қалмайтын өкініштен қазірден бастап аулақ болса екен, деген тілегім бар. Өйткені тәннің қиналуы бір бөлек, ал жанның қиналғаны, ар азабына өртену тіптен бөлек нәрсе. Сол азапты ешкім сезінбей-ақ қойса екен деймін. Қазір жасым 50-ді еңсеріп қалды. Мазалаған ішкі дауыстан жынданып кетуге азақ қалып жүрмін десем, сенесіз бе? Тек қана немерелерімнің тағдырына осы нәрсе әсер етпесе екен деп тілеймін. Иә, мен қазір әжемін, 5 құрсақ көтердім, 5-еуін де өмірге алып келдім. Солардың ішінде тұңғышымды ғана бауырыма басып, аналық мейірімге бөлей алмадым. Ол кез менің еркімде болған жоқ, сондықтан сәбиімнен айырылып қалған жағдайым бар. Ол кезде мен 17 жаста едім. Желік қуып, жалындаған жастықпен бір жігітпен көңіл қостым. Қызға құрық үйден тыйым, қала берсе қара күңнен тыйым деп анам қаншама зар қақсап айтса да, мен сол жігіттің сезіміне арбалдым да қалдым. Ол менен 8 жастай үлкен болатын. Өзім де қатарымнан ерте есейдім бе екен, үлкен жігітпен қол ұстасып жүргеніме, соның тәтті сөздерін естігеніме мәз едім. Бақыттан басым айналып, құрбыларымның қызғанышын тудырып жүргенімде маған жететін қыз жоқтай көрінген. Солай сезімнің құрбаны болдым. Жігіттің тәтті сөздеріне елтіп, қалай оған беріліп қойғанымды білмедім. Одан кейін де мен түк өкінген жоқпын. Балалық қой, енді үйленеміз деп күтіп жүргенмін. Бірақ жігіт сол бойы ұшты күйлі жоғалды. Ал мен аяғым ауыр болып қала бердім. Жастықпен шалыс басып, сезімнің жетегінде кетіп, балалы болдым. Аяғым ауыр болғанша сүйген жігітім екеуміздің арамызда барлығы жақсы болған. Кейін осы хабарды жеткізгенімде, мен әлі әке болуға дайын емеспін, маған бала керек емес, деді. Баладан бас тартқан соң, мен одан күдер үздім. Байланысудың да мәні жоқ деп түсіндім. Біз хабарсыз кеттік. Ол да менен хабар алмады. Мен де өз баласын керек етпеген адам мені қайтсын дедім де, ары қарай өз өмірімді сүрдім. Адамның ең бірінші тығырыққа тірелген кезде іздейтіні ең жақын адамы ол анасы емес пе? Мен де басыма осындай шешуші қиын іс түскен кезде анамды іздедім. Анама бар шындықты жайып салдым. Содан анам жылап сықтады. Мұндайда ең бірінші анаға мәлім ғой қыздың сыры. Анам бетін тырнап жылады, шашымнан жұлып төмпештеді. Елге қарайтын бет қалмады ғой деп жылап, ақыры өздері бір амалын тапқан шығар, мені қалаға жіберді. Ауылдағыларға қалаға оқуға кетті деумен болды. Бірақ мен сол кеткеннен ауылға қайтып бармадым. Анам мені іздеп келіп тұрды. Қанша дегенмен іштен шыққан шұбар жылан, перзентімін ғой, сол баламды босанғанша хабар алып тұрды. Сенімді қолға тапсырды мені. Содан ай күнім жетіп, аман есен ұл баланы өмірге алып келдім. Босанған соң перзентханаға тастап кетемін дегенде ойым болған. Анам да мені осыған дайындаған болатын. Бірақ босанған соң мен баламды ешкімге бергім келмеді. Еміздім. Бауырыма басып емірендім. Перзентханадан баламды алып шықтым. Анам қанша айтса да көнбедім. Солай 2 айлық бала болып, балпанақтай болып өсіп жатты. 2 айға толған кезінде анам тағы да іздеп келді. Бұл жолы қасында алыс нағашыларымыз болып келетін 100 таныс кісілер бар. Соларды ерте келіпті. Анам бәрінен жасырып жүреді. Енді бұларды неге ертіп әкелді екен деген ой болды. Бірақ
Олар менің баламды алып кетуге келген кісілер екенін кейін баламды менен тартып алған кезде ғана білдім. Қолымнан жұлып алып кетті ғой, кәдімгідей. Ешкімге бермеймін деп соңдарынан жүгірдім. Жер бауырлап жатып қалдым. Қанша уақыт күйзелісті бастан кешіргенімді білмеймін. Тірі адам болған соң тіршілікке араласып кеттім, жайлап. Уақыт емші дейді, содан тұрмысқа шықтым, балалы болдым. Өткенімді ұмытармын деген ойдың жетегінде жүрдім. Бірақ бұл мүмкін емес екен. Содан бері сол баламды ойлап, күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылдым. Бұл мазасыздықтың, өзімді кінәлаудың азабын айтып жеткізе алмаймын.